Сәлем достар, көбіне біреуді кешіру керек, кешірімді болу керек деген сөзді көп естіп жатамыз, иә. Бірақ адам қалай біреуді кешіреді, егер ол адам өзін кешіре алмай тұрса, өзінің бойында ашу, ыза, кек тұрса, яғни өзімізді кешіре алмай тұрып, біз біреуді кешіре алмаймыз. Ол өзіміздің бойымыздағы ол ойлар қайдан пайда болған? Ол біздің жастық шақтан қалған ойлар, иә. Біреуге ренжіген бір ойлар, бір түрлі травмалар, иә, осыларды кетіру үшін не істеуге болады? Оларды кетіру үшін тек қана медитация және медитацияда айтылатын арнайы сөздер бар. Соны айту арқылы өзімізді өзіміз кешіріп аламыз, сосын барып елге кешірімді бола бастаймыз. Біздің алдағы курста осылар туралы айтылады. Сіз бұл курсқа тіркелдіңіз бе? Тіркелмесеңіз, нөмір қалдырыңыз.